Саламатсыздар ма? Бүгін салу есептері тақырыбын қарастырамыз. Салу есептеріне бізге негізгі құралдарымыз циркуль және өлшемі берілмеген сызғыш болса жеткілікті. Ең бірінші берілген бұрышқа тең болатын бұрышты салуды көрсетейік. Сәуле жүргіземіз. Радиусы А болатындай кез келген радиустағы, центрі А болатындай кез келген радиустағы шеңбер сызамыз. Және сәулеміздің төбесі О болатындай центрі тағы да сол радиуста шеңбер сызамыз. Қиылысқан нүктелерді белгілеп қойсақ, онда радиусы Б болатындай, центрі Д болатындай тағы да шеңбер сызамыз. Қиылысқан нүктені белгілейтін болсақ, Е деп, онда оны Еге қосып сәуле жүргізсек, А деген бұрышқа тең болатын О деген бұрыш пайда болады екен. Енді ол екі бұрыштың бір-біріне тең болатын дәлелдейік. Ол үшін бізде АВС және ОДЕ деген үш бұрыштардың тең екенін дәлелдейік. АС және ОЕ деген кесінділер бізде тең, себебі ол бірдей шеңберлердің радиустары етіп алдық. Тура солай АВ және ОД деген кесінділерде тең, ол да сол сияқты бірдей шеңберлердің радиустары. Келесі ВС және ДЕ дегенімізде бірдей шеңбердің радиустары болды. Олай болса, АВС және ОДЕ деген үшбұрыштарымыз бізде тең болады. Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша. Ал ол үшбұрыштардың теңдігінен бізде сәйкес бұрыштардың теңдігі шығады. Демек, А бұрышы мен О бұрышы бір-біріне тең. Келесі, үшбұрыштың биссектрисасын салуды айтайық. Бұрыштың төбесі арқылы кез келген радиуста шеңбер сызамыз. Бізде екі нүктеде қиылысты, сол қиылысқан нүктелер арқылы тағы да шеңберлер сызамыз. Радиусты сақтап сызуымыз керек. Осы қиылысқан нүктені бастапқы төбесімен қосатын болсақ, сәулемен, онда берілген сәуле, берілген бұрыштың биссектрисасы болады екен. Енді бұл биссектриса болатынын дәлелдеп көрсетейік. Ол үшін АСБ және АДБ үшбұрыштарының тең екенін дәлелдейік. Ал енді АС АД-ға тең, себебі бір шеңбердің радиустары етіп салдық. Ал ВС-ны ВД-ға тең етіп салдық, және АВ дегеніміз ол ортақ қабырға. Демек, АСБ және АДБ деген үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша бір-біріне тең болады. Олардың теңдігінен біз САБ және ДАБ бұрыштарының тең екендігін аламыз. Олардың тең болғандықтан АВ бізде САД деген бұрыштың биссектрисасы болады. Келесі, түзуге перпендикуляр салуды айтайық. М деген нүктеміз А деген түзуге тиісті болсын. Центрі М болатын кез келген радиуста шеңбер сызамыз. Шеңберіміз екі нүктеде қиып өтеді түзуімізді. Бірі А, екіншісі Б деген екі нүкте болсын. Енді центрі А болатындай және центрі Б болатындай екі бірдей радиустағы шеңберлер жүргіземіз. Олар екі нүктеде қиылысу керек. Қиылысқан нүктелерді бір-бірімен қосамыз. Сонда PQ деген
түзуіміз АВ деген түзуге немесе А деген түзуге перпендикуляр болады. Енді оның перпендикуляр болатынын дәлелдеп көрсетейік. АМ мен МБ бір-біріне тең болады, себебі ол бір шеңбердің радиустары етіп салғанбыз басында. АП мен БП да тура солай бір шеңбердің радиустары болған. Сондықтан олар бір-біріне тең. Енді P-ны М-ге қосатын болсақ, бізде АПБ деген үшбұрышымыз тең бүйірлі үшбұрыш болады. Ол үшбұрыштың ПМ дегеніміз медианасы, ал тең бүйірлі үшбұрышта медианасы, биссектрисасы және биіктігі бір кесінді болады. Сондықтан ПМ АБ-ға перпендикуляр. Демек, ПQ да А деген түзуге перпендикуляр екендігі шығады. Келесі, түзуге перпендикуляр салу. Кез келген М деген А деген түзуге тиісті емес нүкте берілсін. М деген нүктеден А деген түзуге перпендикуляр жүргізуіміз керек болсын. Центрі М болатындай, А деген түзуді қиып өтетіндей радиустағы шеңбер сызамыз. Түзуді шеңбер екі нүктеде қиып өтті. Енді осы екі қиып өткен нүкте арқылы центрлер сол нүктелер болатындай екі қиылысатындай шеңбер сызамыз. Шеңберлеріміз екі нүктеде қиылысты, сол екі қиылысқан нүктелер бір-бірімен қоссақ, бізде МН деген А деген түзуге перпендикуляр түзу пайда болады. Енді олардың перпендикуляр екенін дәлелдеп көрсетейік. Ол үшін біз АМ, АН, БМ және БН деген кесінділердің тең екендігін аламыз. Себебі олардың барлығы бірдей шеңбердің радиустары. Ал МН деген кесіндіге қарайтын болсақ, ол жерде ол ортақ қабырға болып тұр, екі үшбұрыштың. Демек, ол үшбұрыштар бір-біріне тең. Олар бір-біріне үшбұрыштар тең болғандықтан, бұрыш 1 мен бұрыш 2 де тең болады. Себебі тең үшбұрыштардың сәйкес бұрыштар да тең. Ол бұрыштар тең болса, демек, ол биссектриса. МН дегеніміз, немесе МС дегеніміз, ол биссектрисасы болады. АБМ деген үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы, биіктігі бір кесінді болады. Себебі ол тең бүйірлі үшбұрыш. Сондықтан биіктігі болғандықтан МН мен А деген түзуіміз перпендикуляр болады. Енді келесі кесіндінің ортасын салуды көрсетейік. Центрлері А және Б болатындай екі қиылысатын шеңберлер сызамыз. Шеңберлеріміз екі нүктеде қиылысты, сол қиылысқан нүктелерді түзумен қосамыз. АВ кесіндісін О деген нүктеде қиып өтеді. Ал О деген сол нүктеміз АВ кесіндісінің ортасы болады екен. Енді ол ортасы болатын дәлелдейік. Біз үшбұрыштар қарастырамыз. АПQ және БПQ деген екі үшбұрышты қарастырамыз. АП, АQ және БП, БQ деген қабырғалары бір-біріне тең. Демек, ал ПQ деген ол үшінші қабырғасы ортақ қабырға. Демек, АПQ және БПQ деген екі үшбұрыш бір-біріне тең. Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша.
бұрыш 1 мен бұрыш 2 тең болғандықтан ол АПВ деген бұрыштың биссектрисасы болады. Демек, АПВ-мыз бізде тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан, оның биссектрисасы биіктігі медианасы бір кесінді болады. Демек, ПО дегеніміз ол биіктікте болғандықтан, медианасы болғандықтан, ПО дегеніміз АО мен БО бір-біріне тең екендігі шығады. Келесі, үшбұрышты екі қабырғасы және арасындағы бұрышы бойынша салуды көрсетейік. А деген сәуле жүргіземіз ең бірінші. Сол А деген сәуленің бойынан P1 Q1-ге тең болатындай кесінді, радиусы P1 Q1-ге тең болатындай, центрі А болатындай шеңбер жүргіземіз. Сәулені ол кез келген бір нүктеде қиып өтеді, ол Б деген нүктеміз болсын. Келесі, енді бұрышты салайық А деген төбесінен бастап. Ол үшін бағана алдында бұрышқа тең бұрышты салуды қолданамыз. Тура солай белгілі бір тұрақты бір радиуста екі төбесі шеңбердің бұрыштың төбесі болатындай шеңбер және центрі А болатындай тағы тура сондай радиуста шеңберлер жүргіздік. Енді нүктелерді қиып өтті. Осы екі қиып өткен нүктені радиусы болатындай қып Д деген центрінен шеңбер жүргіземіз. Бір нүктеде қиып өткен болса, сол нүктені ары қарай сәулемен қостық. Енді P2 Q2-ге радиусы тең болатындай, центрі А болатындай шеңбер жүргіземіз. Ол шеңберіміз бағанаға біз салған бұрыштың қабырғасын С деген нүктеде қиып өтеді. Енді бұны С-ға қосатын болсақ, бізде АВС деген үш бұрыш пайда болады. Келесі, қабырға мен оған іргелес екі бұрышы бойынша үш бұрыш салу. Келесі, ол үшін бізге А деген сәуле жүргізуіміз керек. Енді центр А болатындай, радиусы P1 Q1 болатындай шеңбер жүргіземіз. Қиылысқан нүктені Б деп белгілейтін болсақ, енді А және Б деген екі нүкте арқылы біз бұрыштарды салуымыз керек. Ең бірінші H1 K1 деген бұрышты салайық. Бұрышты салудың ережесін алдында айтқанымыздай, тура солай центрі Б болатындай шеңберлер жүргіздік. Енді қиылысқан нүктелер радиусы болатындай және N центрі болатындай шеңбер жүргіземіз. Енді бұны қиылысқан нүктемен созамыз. Сонда сәуле пайда болды. Тура сол нәрсені сақтай отырып, тағы да H2 K2 деген бұрышқа тең центрі төбесі А болатындай бұрыш салуымыз керек. Енді осы қиылысқан нүктені А деген төбесімен созамыз. Сонда екі сәулеміз С деген нүктеде қиылысады. АВС деген біз іздеп отқан үшбұрышымыз. Келесі үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу. А деген сәулені жүргіземіз. Радиусы P1 Q1 болатындай, центрі А болатындай шеңбер саламыз. Қиылысқан нүктені Б деп белгілейміз. Келесі, радиусы P2 Q2 болатындай, центрі А болатындай тағы да шеңбер
жүргіземіз. Келесі радиусы P3 Q3 болатындай, центрі B болатындай шеңбер жүргіземіз. Екі қиылысқан нүктені С деп белгілейтін болсақ, А-ны В-ны С-ға қосамыз. Сонда бізде АВС деген үшбұрыш пайда болады. Бүгінге осы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.